Армысыздар, құрметті көрермендер. Қазақстан Халқы Ассамблеясының халық әуені жобасының кезекті шығарылымын неміс этносының өнеріне арнамақшымыз. Ендеше бүгінгі қонағымыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының Жамбыл облыстық неміс қоғамы Зингенде Херцен вокалдық тобының мүшесі Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, қош көрдік. Здравствуйте. Ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз құтты болсын. Мен де сізді көктемнің ұлы мерекесімен құттықтаймын. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан мейрамды қалың бұқарамен кеңінен атап өтудеміз. Осы неміс этносының өкілдерінің арасында ең жиі орындалатын ән туралы бізге айтып берсеңіз. Біздің бүгін орындаған әніміз Еділ бойы немістерінің арасында кең тараған әндердің бірі. Аталарымыз, менің әкем де соғыс жылдары осы аумаққа жөнелтілді. Бұл ән қазіргі уақытта үйлену тойларда жиі шырқалады. Негізінде әннің шығуына Библия арқау болды. Кейін біртіндеп дәстүрлі әнге айнала бастады. Бүгінде бірде-бір той онсыз өтпейді. Орындалу тәртібіне тоқталсақ, той барысында түнгі 12-де қалыңдықтың басында гүл тәжін шешкен кезде жиналған қонақтар, қыз-жігіттер шеңбер құрып осы әнді шырқайды. Тағы бір қайталап өтейін, бұл әнді әлі де айтады, ата дәстүрін әлі де сыйлайды. Мәтін мағынасына қарағанда нағыз той әні деуге келмейді, дегенмен ол жастық шақ туралы. Жастығыңды шаттықпен өткіз, күліп ойна, бірақ бәрі өткінші екенін ұмытпа. Мұраңды бағала деп меңзеп тұрғандай тәрбиелік мәні бар. Мақамы созылмалы, аянышты көрінгенмен Еділ бойы немістерінің арасындағы сүйікті әндердің бірі. Германияның өзінде тіпті жастардың өзі бұл әнді білмейді. Бұл Еділ бойы немістерінің өзіне тән дәстүрлі әні. Сізбен танысқаныма, әрі сұхбаттасқаныма көптен көп қуаныштымын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше YouTube арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.